Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Егер сіздің қаныңыз қою болған болса, және сіз қаныңызды сұйылтқыңыз келетін болса, онда сіз дұрыс видеодасыз. Өйткені осы видео көру арқылы сіз небәрі 5 тағам туралы айтады. Осы 5 тағамды қолданатын болсаңыз, сіздің қаныңыз ешқандай дәрісіз, типа аторвастатин деген сияқты қаныңызды тап-таза қылып тазалай аласыздар. Және де мен клинический исследованиялармен бөлісетін боламын. Мына секілді бұл жерде біздің кишечнигіміздің микробиота деп айтады ғой, микрофлораның қаншалықты дұрыс істейтін болса, соншалықты бұл қанға да әсер етеді. Өйткені қанымыздың ішінде пайда болатын, кірленетін деп айтсақ та болады, кір қылатын, мусор сияқты жиналып қалатын заттар, бұлар именно біздің ішектеріміздің микробиотасымен байланысты заттар екен. Осы сығымдыны айтатын боламын. Өте маңызды болады, соңына дейін қараңыз. Өйткені соңына дейін қарайтын болсаңыз, осы видеода айтылатын рецепттердің бәрін біліп алатын боласыз, және де қаныңызды сұйылтып, деніңіз сау қалатын боласыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең бірінші продукт, былай айтқанда тегін деп айтсақ та болады, ол кәдімгі су. Не үшін біздің қанымыз қоюланып кетеді? Біріншісі, ол біз су ішпеген кезде біздің қанымыздың составын алып қарайтын болсаңыз, 80-90% судан тұрады. Кәдімгі жидкость. Мысалға, бір жеріңіз тіліп алсаңыз, кәдімгі су сияқты ағады ол қанда. Дәл сол секілді, егер суда аз ішетін болсаңыз, міндетті түрде қаныңыз қоюланатын болады. Әлемдегі ең тегін және де адам баласын отшелачивать ететін заттың бірі именно осы су болып табылады. Отшелачивать деген не? Мысалға, біздің ағзаның өзінің pH средасы болады. Сол pH-қа қарай біз өмір сүру керекпіз. Егер ағзаңыздың ішкі pH-ы қышқылданып кететін болса, онда сіздің мынау аурулар пайда болады. Мысалға, полиптер, өтіңізге полип шығуы мүмкін, миома матки деп айтып жатады ғой, әйел адамдарда көбінесе миома матки болуы мүмкін, болмаса бауырларыңызбен проблемдер болуы мүмкін, неше түрлі. Мысалға, кисталар өсіп кетеді, кейінгісі почка, бүйректеріңізге киста шығуы, болмаса бүйректе полип пайда болуының себебі, осының барлығы негізі pH-қа байланысты проблемалар болып келеді. Сол себепті осы аурулар болдырмас үшін және де қанның состояниясын нормада ұстап тұру үшін міндетті түрде су ішіп отыру керексіздер. Қалай ішеміз дейтін болсаңыздар, күнделікті түрде осындай стаканны, мысалға, хотя бы 5 стакан су ішіңіз. Осындай кішкентай 200 немесе 250 мл 5 стакан ішетін болсаңыз, күнделікті түрде азанда мысалға 1-2 стакан, обедте 1-2 стакан, кешке 1-2 стакан, осының өзі сізге жеткілікті болып есептеледі. Екінші өнім, екінші тағам, ол клетчатка мен көкөністер болып есептеледі. Мынау исследованияда көріп тұрғандарыңызды холестерин және де біздің ішектеріміздегі микробиота қаншалықты түрде ішектеріңіз дұрыс функционировать етеді. Ал дұрыс функционировать ету үшін оған пайдалы бактериялар керек. Пайдалы бактерияны қайдан аламыз дейтін болсам, ең біріншісі ол клетчаткалар. Клетчатка дегеніміз не? Олар бүткіл көкөністер. Мысалға, салат, листья салата, орам жапырақтар, огурцы, помидор, одан басқа не бар? Мысалға, перецтар бар, неше түрлі, брокколи, руккола, тағы басқасы. Петрушка, укроп, осының барлығы көкөністерге жататын продукттар. Осыларды көп жеген сайын сіздің ішектеріңіз сізге рахмет айтатын болады. Мысалға, ол осы көкөністердің құрамында және де соларға мінген полезный дейді ғой, былай айтқан кезде көзге көрінбейтін бактериялар өте көп. Оны көзіңіз көрмейді, бірақ микроскоппен қарайтын болсаңыз, неше түрлі жәндіктер былай айтқан кезде, бірақ оның барлығы біздің именно ішектерімізге пайдалы болып есептеледі. Алдыңғы видеода айтқандай, жалпы біздің ішегімізде көмектесетін бактерия болады, және де біздің ішегімізді құртатын бактерия бөлінеді. Именно клетчаткада, именно осындай көкөністердегі бактериялар, олар біздің
шегімізді орнына келтіреді. Сол себепті клетчатка және көкөністі міндетті түрде күнделікті түрде қолданыңыз. Қанша жемдейтін болсаңыз, мысалға бір тостаған жейтін болсаңыз, соның өзі жеткілікті болады. Болмаса каждый тамақпен бірге осыншалықты салатта жеп тұру керексіздер. Мысалға мынау көріп тұрғандарыңыз видеодағыдай ауру адамдардың қаншалықты түрлі ауруын барлығы именно осы ішектің тазалығына байланысты болады. Гипертония, давление пайда болуы, болмаса тағы басқасы, неше түрлі полипта, рак аурулар, осының барлығы именно осы ішегіміздің состояниясынан туындайтын ауру. В общем, концентратын айтқан кезде, түсінігін, сізге концепт айтқан кезде, егер де ішектеріңіз жақсы функционер ететін болса, сізде запор жоқ болған болса, регулярно үлкен дәретке шығатын болсаңыз, сонда сіз относительно былай айтқан кезде здоровый адам болып есептелесіз. Үшіншісі ол пробиотиктер қабылдау. Пробиотик дегеніміз негізі БАДы деп айтсақ та болады, витаминдер деп айтсақ та болады. Қандай мысалға бар, Linux, мысалы аптечный препараттар не қолдансаңыздар болады, Linuxтар қолдансаңыздар болады, бифидофлора дегендер бар, одан бөлек тағы бифидофилус дегендер бар. Осының барлығы ішегіміздегі микробиоттарды көбейтетін заттар болып табылады. Өйткені ішегіміздегі иммундық системаны стимулировать ішек болып табылады, және де именно қан тамыр жүйесінің функциясына, қан тамыр жүйесі таза болу үшін ішегіміздің де әсері өте зор. Сол себепті видео жасалып отырмыз, видео жүріп жатыр екен. Сол себепті міндетті түрде осы пробиотиктерді қабылдау керексіздер. Төртіншісі ол чеснок пенен бал өнімдері. Чеснок дегеніміз өте пайдалы зат, вообще и паразиттерді шығарады ағзаларыңыздан, и бактерияларды өлтіреді, инфекцияларды өлтіреді, грибковый инфекциялардың барлығын өлтіретін чеснок. Және де тағы бір свойствосы уровень сахарды түсіреді. Мынау медицинский стадияны көрсеңіздер болады. Шапалақ ұрып қоймасам видеода көрінбей қалады да, осындай статьяларды отрезін қойған кезде. Жалпы не жазылған? Бұл жерде жазылған холестерин обмені мен сахарды именно чеснок регулировать етіп түсіру орнына келтіре алады. Сол себепті күнделікті түрде чеснок жейтін болсаңыз, сіздің холестерин уровень норма түседі. Холестерин норма болса, ешқашан сосудтарыңыз кір болмайды, мусорға толы болмайды, ол тап-таза болады. Сол себепті чеснок қолданыңыз. Екінші жаңа бал өнімдері, мысалға медті көп жеуге болмайды, бірақ егер де күнделікті түрде аз мөлшерде жейтін болса, мысалға 1 немесе 2 чайный ложка былай жетеді сіздерге. Ол бізді біріншіден бауыр тазалайды, екіншіден именно сахардың уровенін, инсулин уровендарын реттеуге көмектесетін зат болып табылады. Даже мен ол нәрсеге сенбегенмін, бірақ исследованиялар бар. Бұл жерде кәдімгі адамдар қанның уровень глюкометрмен өлшейді. 1 сағаттан кейін қанша болған, сол кезде басында ішкен кезде инсулин мен сахар көтеріледі, содан кейін небәрі жарты сағат 40 минуттан кейін қарасақ, уже қайтадан нормасына келіп, инсулин гормон да сахарды нормаға келіп бастайды. Ол не дегеніміз? Ол дегеніміз балды егер көп қолданбайтын болсаңыздар, айтады ғой, 1 қасық балда шипа бар деп айтады да, денсаулығыңызға пайдалы деп айтады. Сол себепті бауыр тазалау үшін, қан тамыр жүйесін тазалау үшін балда ішіп тұрсаңыздар болады, азанда өте керемет болады. Жылы сумен 1 стакан. 5-ші соңғы зат ол К2 мен витамин D қабылдау. Жалпы мен витамин D ішіп жүрмін өзімде. Көрсетейін, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Ламера компаниясының D-вит деген витамин D. Білмеймін қаншалықты көріп тұр сіздерге. Жалпы осындай витамин D, мен бұны уже ішіп тастадым, ішінде түк жоқ. Ішінде түк жоқ, бірақ өкінішке орай бұл жерде 50 000 единица, бұл маған өте көп болды. То есть мен көтере алмадым дұрыс айтқан кезде. Сол себепті мен бұны бөліп қабылдадым, аптасына 2 рет іштім. Сол секілді осы сияқты витамин D-ні ішсеңіздер болады. Ол қан тамыр жүйесін тазалауға көмектеседі и микробтардың санын регулировать етіп
тұруға да көмектеседі екен. Өйткені витамин D негізі витамин D емес, прогормон болып есептеледі, почти гормон деп айтсақ та болады. Бірақ пайдалы да бұл. Жалпы айтқым келгені осы, егер де сіздер қан тамыр жүйесін тексергіңіз келсе, кальций тапсырып көрсеңіздер болады. Қаншалықты қан тамыр жүйесі мусор болғанын қараңыз келсе, кальцийдің уровенін қараңыз, магнийді қарап көріңіз, витамины группа В, тағы басқа сусындарын қарасаңыздар болады. Егер де осы видео ұнаған болса сізге, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Мынау 2 видео дайындап қойдым. Осы видеоларды көріскенше сау болыңыз.